Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан хожели мантысының рецептімен бөлісемін. Және видеода ерекше дәм беретін оригинал соусының қалай жасалу керектігінде көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады достар, менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды сәттерін жіберіп алмаңыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызға салқын су, 1 шай қасық тұз және 1 жұмыртқаны қосып, жақсылап жұмыртқамыз ерігенше араластырып аламыз. Үстінен алдын ала еліктен өтіп дайын тұрған ұнымызды қосып, орташа тығыздықтағы қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Қамырға қажетті заттардың барлық мөлшерін астыдағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Менде осындай тығыздықтағы қамыр иленіп шықты. Енді иі қанғанша бөлме температурасына бетін жауып 15-20 минут уақытқа қоя тұрамын. Келесі кезекте ішіне салатын салмасын дайындап аламын. Ол үшін бізге осындай кішкене тартылған ет керек болады және кішкене көлемдегі 3 бас пиязды ұсақ етіп турап шықтым. Пиязды барынша ұсақ етіп турап тартылған еттің үстінен қосамын және дәміне қарай 1 шай қасық тұз және қара бұрыш қостым. Мендегі ет майсыз болғандықтан кішкене сұйық май қостым. Еттеріңіз майсыз болып жатса, сұйық майдың орнына құйрық майды да турап қоссаңыздар болады. Салмамды жақсылап қолымның көмегімен араластырып алдым. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді үстеліміздің үстіне молырақ ұн себе отырып, иі қанып дайын тұрған қамырымызды алып, жақсылап жая бастаймыз. Алдымен қолымның көмегімен кішкене жайып үлкейтіп алдым. Одан кейін оқтаудың көмегімен барынша жұқа етіп жайып дайындап алдым. Менде осындай өте жұп-жұқа қамыр жайылып шықты. Енді осы тұрған күйінде ірі етіп кесіп дайындап аламын. Бұл мантының да ерекшелігі осында. Біздің қамырымыз өте жұқа жайылады және кескен кезде де үлкен көлемде кесіп шығамыз. Қамыр өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұқа етіп жайылды. Ішіне салмасын барынша жұқа етіп салып, манты секілді түйіп шығамын. Етті осылай жайып қана салғандықтан бұл мантыға ет өте аз мөлшерде кетеді. Ерекшелігі де осында. Түйілген мантымның көлемі осындай болып шықты. Егер қамырдың жұқа екендігіне күмәнданатын болсаңыз, кесіліп қойған күйінде осылай оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар да болады. Достар, егер сіз менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, осы тұрған подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен оңай әрі ерекше жолмен жасалынатын түрлі тағамдардың рецептімен бөлісіп отыратын боламын. Енді мантабарканың астын майлап, дайын болған мантыларымызды салып шығамыз. Біздің түйген мантымыз жалпақ әрі үлкен болғандықтан, әрбір мантының үстін майлай отырып, бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Қамыры бір-біріне жабысып алынбай қалады деп ойламаңыздар. Ешқандай жабыспай, қамыры да салмасы да толыққанды пісіп шығатын болады. Осы арада біздің қазандағы суымыз қайнап дайын тұру керек. Дәл манты сияқты буға қойып 45 минут пісіріп аламыз. Арасына салатын салмасын дайындап аламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық май құйып, оның үстінен пияз және 1 ас қасық толы томат пастасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және мен қысқа арнап жапқан салатты да 1 қасық қосып жібердім және дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап бір араластырып қуырып аламыз. Салмамызды қып-қызыл етіп қуырып болғаннан кейін үстінен 1 бокал су құйып, бетін жауып 10 минутта пісіріп алдым. Және осы арада біздің тамағымыз пісіп дайын болды. Енді бетіне жағатын соусын дайындап аламын. Оған ұзақ уақыт кетпейді. Сұйық майымыздың үстінен осындай паприканы салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздер тағамның ачы болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрышта қосып жіберуге болады. Осылайша соусымыз өте тез дайын болып шықты. Мантымыз суыды, өздеріңіз көріп отырғандай өте жұмсақ әрі жұп-жұқа болып дайын болды. Енді бетіне жаңағы дайындап қойған соусымызды жақсылап жағып шығамыз. Бұл бізге өте керемет әрі ерекше дәм беретін болады.
Ортасына жаңағы дайындап қойған салмасын саламыз. Осымен біздің хожелі мантымыз толығымен дайын болып шықты. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, және подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін көптен көп рахмет.